Қайырлы күн, қадірменді оқырмандар, әріптестер және әлеуметтік желі қолданушылары. Шеберді шебер дегенше, серт бергендей тылсым әлем нәзік жібін үзбеуге, әр туынды мәжбүрлейді жасаушысын іздеуге, теңдесі жоқ тылсымы көп, жүйесі көп бұл ғалам, алып кітап жаратқанды таныстырар біздерге. Абайласақ адамзатты жаратыпты ерек қып, тік жүгіртіп, жар сүйгізіп, қызбен ұлды керек қып, сезім беріп, төзім беріп, иман беріп жүрекке, ақыл берді, қайрат берді, хайуандардан бөлек қып. Ыңғайлетіп екі қолды аузыңа ас бер деп, ішкен жеген адалдан ба әлде арам ба тексер деп, исін сез деп мұрын беріп, түсін көр деп көз беріп, қабақ қойды көз үстіне жарар келмес ескер деп. Қажылмасқа кірпік берді, ашып тұрып жұмғанға, қас беріпті көзге ақбас деп маңдайға тер жуғанда, бір-біріңді түсінгін деп дыбыс берді, сөз берді, тілімізді қимылдатып, олай-бұлай бұрғанда. Тұраламыз осыдан соң қақпай қалай таңдайды, еш ақпарат жасай алмас суды, сүтті, балмайды, ең бір озық техникада, ғылымдарда дамыған, тіпті шыбын шіркейлердің өзін жасай алмайды. Жаратушы жерді жайып, төсек етіп төсеуші, таулар қандай, баулар қандай, нөсерленген нөсерше, шебер дей бергенше, ақылменен анықтап, бір тамшыдан адам еткен Аллах шебер десеңші. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, тағы бірле сіздермен амандасып қояйын. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты қазіргі таңда барлық шараларымыз онлайн түрінде жүргізілуде. Бүгінгі кезекті өткізілгелі отырған онлайн шарамыздың тақырыбы тәрбиенің негізі имандылық деп аталады. Тәрбиенің негізі имандылық деп аталады. Бүгінгі қонағымыз қосылғанша имандылық адамның қоғамдағы күнделікті өмірдегі іс-әрекетінің белгілі бір қалыпқа түсіретін ішкі рухани реттеуіш, қадір қасиет, адам бойындағы адамгершілік, ізгілік, кісілік белгісі. Дәстүрлі қазақ қоғамында адамның имандылығына, мінез құлық жүйесіндегі ерекшеліктеріне көп көңіл бөлінген. Адамның жарық дүниеге келуі, өсуі, ер жетуі, тіршілік етуі, қартаюы, ата мен баланың қарым-қатынасы, үлкендік пен кішілік, сыйластық, әдептілік пен арлылық, инабаттылық тәрізді маңызды мәселелер имандылықтың маңызды құрамдас бөлігі ретінде ешқашанда назардан тыс қалған емес. Қонағымыз қосылды. Қайырлы күн, Жомарт Асқарұлы. Саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Шүкір. Бүгінгі онлайн шарамыздың тақырыбы тәрбиенің негізі имандылық деп аталады. Бүгінгі кездесуіміздің қонағы Алматы облысы Дін істері басқармасы мемлекеттік мекемесі, дін саласындағы мәселелерді зерттеу орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің дін танушы маманы Қонысбаев Жомарт Асқарұлы. Қайырлы күн. Тағы бірлес қайырлы күн. Алтын уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат беруге келіскеніңізге алдын ала алғысымды білдіремін. Жомарт Асқарұлы. Сұхбатымызды бастамас бұрын өзіңізді таныстырып өтсеңіз, туған жеріңіз, қай жердің тумасысыз, қай мектепте оқыдыңыз, қандай білім ордасын бітірдіңіз және жанұяңыз туралы бізге мағлұмат беріп өтсеңіз. Жақсы. Қайырлы күн барша әріптестер,
Құрметті инста достар, мен өзім осы Панфилов ауданы Қырыққұдық ауылының тумасы болып табыламын. Сол ауылдағы Жаркент орта мектебін тамамдағам. Жоғарғы оқу орнын Әл-Фараби дінтану мамандығы бойынша оқып тамамдағам. 2017 жылдан бері осы қазіргі жаңа өзіңіз атап өтіп кеткендей Алматы облысы дін істер басқармасы дінтаныстағы мәселе зерттеу орталығында Панфилов ауданы бойынша дінтанушы маман ретінде қызмет атқарудамын. Жанұяңыз Өзім туралы айта кетсеңіз, жанұяңыз туралы айта кетсеңіз. Бүгінгі таңда өзім үйленген. Неше балаңыз бар? Құпия болмас. 3 балам бар бүгінгі таңда. Аллам берген. Жақсы. Рахмет. Қазіргі таңда Жаркентте тұрасыз ба, жоқ, Қырыққұдықта тұрасыз ба? Қырыққұдық өзім ауылымда тұрамын. Жарайды, жақсы, рахмет. Осы сіздің дінтанушы мамандығыңызға байланысты сұрақтарымызды дайындап қойған едік. Осы бүгінгі біздің онлайн шарамыздың тақырыбы тәрбие негізі имандылық деп аталады. Осыны сіз қалай түсіндіріп берер едіңіз? Тәрбиенің негізі имандылық деген. Әрине, кез келген адамға қойылатын басты талап бұл өзі дүниеге келген кезден бастап ізгі адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіре отырып, толыққанды тұлға ретінде қалыптасу болып табылады. Ол адам өзі тумысынан сондай іс-әрекеттерге ұмтылатындығы табиғи құбылыс болып табылады. Бұл тұста енді тәрбиенің басты құндылықтарының бірі имандылық екендігі баршамызға белгілі және айқын болып табылады. Неліктен деген сұраққа келетін болатын болсақ, діннің өзінде де осы иман мәселесіне өте кеңінен етек жайып, өте тұңғылықты түрде қарайтындығын есте сақтағанымыз жөн болып табылады. Өйткені кез келген адамның бойынан табылатын адамгершілік, ар-ождан, ұят, тағы басқа сондай жақсы ізгі қасиеттердің баршасын тізбелеп қарастыратын болатын болсақ, осылардың бәріне имандылықтың артында тұратындығын аңғаруға болатындығын байқасақ болады. Яғни жаңа мен тізбелеп кеткен кез келген адам бойындағы жақсы қасиеттердің барлығы бұл иманның жемісі болып табылады, адамның бойындағы. Енді дін саласында жүрген маман болғандықтан, бұдағы дін саласына қатысты иман мәселесіне қандай орын береді деп айтатын болсақ, ең бірінші иман бұл кез келген діннің толыққанды адам өзін ислам дінінің ұстанушымын, мұсылманмын дегеннен кейін ең бірінші қойылатын талаптардың бастысы бұл иман мәселесі болып табылады. Яғни бұл жерде иман мәселесі дегеніміз жаңа айтып өткен қасиеттерден бөлек Алланың бар екеніне, бір екеніне және де Мұхаммедтің пайғамбар екеніне куәлік ету, періштелерге, пайғамбарларға, кітаптарға сену болып табылады. Бұл ең бірінші қойылатын талап болып табылады. Сонымен қатар иман мәселесінде жаңа өзім айтып өткендей, дін саласында өте ислам дінінде деп айтсақ болады, өте жоғары орынға қойылады. Оған бір дәлел келтірсек болатын шығар. Бұл тұста пайғамбарымыздың өзі дін алғаш келгеннен кейін тек қана 13 жыл бойы ең алғаш үйреткен мәселесі осы иман мәселесі болды. Оған дейін 13 жыл бойы пайғамбарымыз басқа 5 парыздың бірі ғой иман мәселесі. Басқа қажылық болуы мүмкін, зекет болуы мүмкін, ораза болуы мүмкін, намаз оқу болуы мүмкін. Бұл басқа мәселелерді қозғамады. Тек ең алғаш 13 жылы тек қана адамдарға осы иман мәселесі үйреткен болып табылады. Яғни кез келген адамның иманы жоғары деңгейде қалыптасқан толық иманды адам қалған жаңа тізбелеп кеткен 4 парызды орындай алатындығын осыдан аңғаруға болып табылады. Яғни имандылық дегеніміз бұл тек қана бұл жерде белгілі бір айтып отырған іс-әрекеттердің ғана жүйесі емес, сонымен қатар адамның өзінің рухани тұрғыдан ішкі жан дүниесінде жүрекпен сеніп бекітілген нәрселер болып табылады. Сондықтан пайғамбарымыздың өзінің бір сөзінде айтылып кетеді, имандылық негізін 70 немесе 60 тармақтан тұрады дейді. Оның ең төменгі деңгейі деп алып қаратын болсақ, кез келген адам іс-әрекет көшеде кетіп баратқан жағдайда жолдан зиянды нәрсені алып тастаудан басталады дейді. Ол ары қарай кете береді. Адам мысал ретінде белгілі бір күнәлі іс-әрекет немесе ұятты іс-әрекетті жасаудан ұялу немесе оның өзін тыю өзі бұл иманның нәтижесі болып табылады.
Сондықтан кез келген адамды тәрбиелеген кезде негізгі мәселе бұл адамның бойындағы қасиеттердің баршасы осы имандылық ұғымына келіп сияды десек болады. Сонымен қатар өзі халық арасында айтылып жатады ғой, кез келген ағашты дүзу болсын десең, көшет кезінен бастап дұрыс қалыптастыруың қажет деп айтылады. Сондықтан бұл имандылық мәселесін кез келген жағдайда алып қараған кезде бұл балаларға ең бірінші тәрбие кезінде қолданылатын басты факторлар болып табылады. Өзіміз мысалы күнделікті тұрмыс тіршілікте отбасыда алып қарастырып жүрген ырым тиымдардың өзін алып қарайтын болатын болсақ, негізі дінмен өте жақын қазіргі таңда байланыстыруға болатындарын аңғаруға болады. Бұның астарының бәрін қарайтын болсақ, не жатыр, бұнымен не айтқысы келеді дейтін болсақ, бұның баршасы негізінен адамдарды дұрыс тәлім тәрбиеге шақыруға, яғни дұрыс іс-әрекет жасауға шақыруға бағытталған іс-әрекеттердің жиынтығының бәрін осы имандылық сөзімен тіркесуге болады. сонымен қатар адамның жаңа біз айтып кеттік қой, 5 парыз деп. Соның баршасын жасаған кезде адам күнделікті өзінің іс-әрекеттерімен немесе дін бойынша жасаған құлшылықтары болуы мүмкін, басқа адамдарға мейірімділікпен, біреуге кешіріммен қарауы мүмкін, немесе кейбір адамдарға көмектесуі мүмкін. Қазір енді тұрмыс тіршілігіне байланысты болып жатады ғой, түрлі ахуалдар, жайттар, басқа адамға көмектесуі, басқа адамға тек қана жақсы көзқараста қарау, немесе басқа адам туралы тек жақсы ойлауының бәрі бұл имандылықтың жемісі болып табылады. Сондықтан кез келген тәрбиенің болсын, адамның жасап жатқан жақсы ізгі амал ниеттерінің баршасы жемісі деп қарастырсақ болып табылады. Өте керемет жауап, Жомарт Асқарұлы, рахмет. Мұсылмандық дүниетаным бойынша имандылық иманнан пайда болады. Ал иман жүректегі нұр дейді. Нұрдың сыртқы болмысы ол яғни имандылық екен. Қазіргі зайырлы өркениетті қоғамда имандылық аса қастерлі, биік адамшылық қасиет ретінде түсіндіріледі екен. Енді келесі сұрағымыз осы. Ислам мен иман сөзінің айырмашылығы неде? Осы жайлы айтып берсеңіз. Жақсы. Жалпы былай тілдік негізгі мақсатына, терминологиялық мақсатына бірінші алып қарастыратын болсақ, ислам сөзі негізі мойынсыну, бағыну, берілу, амандықта болу деген ұғымдарды білдіретін болып табылады. Жаңа өздеріңіз айтып кеткендей, мен сіздерге өзім айтып кеткендей, айтып кеттім, діннің ең негізгі басты шарты бұл иман келтіру деп айтып кеттім. Сонымен қатар енді бұл Құран кәрімде болсын, иман мен ислам сөздері кейде бір мағынада, кейде бөлек мағынада келіп жататын жайттар орын алып жатады. Бұл тұста да енді ғалымдардың арасында, дін ғалымдардың арасында талас тартыстар, кішкене келіспеушіліктер орын алған жайттар да кездескен. Бірақ та негізінен ислам сөзі негізінен өте ауқымды мағынаны білдіретін ұғым болып табылады, термин. Ал иман осы ұғымның бір бөлігі, негізгі баспалдағы фундамент ретінде алып қарастырсақ болады. Яғни ислам бойынша адам өзі негізі Аллаға берілу, соған сену, соған тәслім болу деп, мойынсыну деп алып қарастыратын болсақ, соның адамның соған мойынсынуы, тәслім болу негізгі үш жолы бар болып келеді. Ол бірінші жүрекпен сену арқылы, екінші тілмен айту арқылы, үшінші адам өзінің ғибадат, құлшылық етулер арқылы жүзеге асырылатын болып келеді. Осы мойынсыну адамның өзінің ислам бойынша. Соның ең жоғарғысы, ең негізгісі болып табылатыны бұл адамның жүрекпен сеніп берілуі. Яғни адамның жүрекпен сеніп берілуі, Алланы мойындауы, соған мойынсынуы бұл иман мәселесі болып табылады. Яғни адамның жүрегінде орын алған сенімнің баршасы бұл иман мәселесі болып табылады. Енді сонымен қатар бұл ислам мен иман мәселесіне қатысты пайғамбарымыздан да бірнеше сұрақтар орын алған. Пайғамбарымыздың өзінен келіп сұраған екен. Иман деген не деп сұраған кезде пайғамбарымыз Аллахқа, періштелерге, Аллахқа қауышуға, пайғамбарларға өлгеннен кейін қайта тірілуге сене деген екен. Ал ислам деген не дегенімізде Аллахқа құлшылық ету, оған еш нәрсені серік қоспау, намаз оқу, зекет, Рамазан айында ораза ұстау, қажылық жасау деп жауап берген екен. Сонымен қатар ихсан деген не деп сұраған кезде, сені көріп тұрғандай Аллаға құлшылық ету, сен оны көрмесең де ол сені үнемі көреді дегендей сиятын жауаптар берген екен. Бұл хадистен аңғаратын біз ұғымымыз, яғни иман мен ислам бір ұғым емес екендігі туралы түсінуге болады.
Түйіндей айтқан кезде бұл жерде иман сену болса, ислам негізгі құлшылықтарды орындау болып табылатын жүйе болып табылады негізінен. Қысқаша ислам, иман сөздерін осылай жеткізуге болады. Рахмет, Жомарт Асқарұлы. Келесі сұрағым енді иман негіздерінің көркем мінезге әсері қандай? Әсері бар ма көркем мінезге? Иман негіздерінің көркем мінезге әсері. Жақсы. Иманның көркем мінезге, жалпы адамның өзінің мінез құлқына әсері болып тұр ғой бұл жерде, иә. Бұл тұста биыл жалпы қазақ елі бойынша өзіміздің ақынымыз ұлы тұлға деп айтады ғой, қазақта кемеңгер тұрған Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы аталып өтілу үстінде. Осы тұста иманды жаңа қазақтардың арасында деп айтсақ ең алғаш емес, бірақ солардың ішінде терең үңіліп зерттеген тұлғалардың бірі осы Абай атамыз болып табылады. Ол кісі өзінің 38 қара сөздерінде де осы иман мәселесіне қатысты бірнеше тоқталып өтіп кетеді. Енді уақыттың тығыздығына байланысты толық айтып жатудың қажеттілігі жоқ шығар ол қара сөзді. Бірақ ол жерде қандай мақсатта қарастырады дейтін болатын болсақ, адамның иманның түрі екеу деп бөлінген болып табылады ол кісі. Біріншісі ішкі ғадауат, екінші сыртқы ғадауат. Яғни бұл жерде ішкі деп тұрғаны жаңа біздің бүгінгі тақырыпқа негізгі айтып жатқан иман мәселесі тоқталған болатын. Яғни кез келген адамның жасап жатқан іс-әрекеттерінің баршасы осы ішкі адамның сенім мәселесімен байланысты болып табылады дейді. Кез келген адамды қазіргі таңда жасайтын іс-әрекеттеріне қарап баға бермеуге осы тұста Абай атамыз шақырғандығын аңғаруға болады. Бұл жерде нені меңзегісі келді десек, қазіргі таңда кейбір адамдардың жасап жатқан дінге келген кезде адамдардың жасалатын құлшылықтарына байланысты атап өтіп кетеді бұл жерде. Яғни адамның иман мәселесі толыққанды қалыптаспаған жағдайда, толық иманы келмеген жағдайда адамдар біреуге еріп арқылы дінге келуі мүмкін дегенді меңзейді. Яғни бұл жерде толық сенім арқылы дінге келмегендерді айтқысы келеді. Яғни біреудің айтқанымен, діншілдігімен, біреудің жасап жатқан іс-әрекетіне қарап, өзі толыққанды әлі сенім келтірмеді, бірақ келген адамдарды меңзейді осы тұста. Осы тұста ол кісі не істейді? Адамның жасап жатқан кез келген құлшылық іс-әрекеттерінің баршасы бос екендігін көрсетуге тырысады. Яғни ол адам толық әлі өзі иман келтірген жоқ, бірақ біреудің айтқан іс-әрекетінің нәтижесінде келіп жасаған іс-әрекеті мүмкін. Соның нәтижесінде келген іс-әрекеттердің баршасын осы жасап жатқандығын діншілдікпен байланыстырады да. Бұл жерде қорытынды келгенде ол кісі қандай ой айтады дейтін болсақ, бұл тұста ол кісі бұндай адамдарды жарты иман дейді. Яғни әлі толыққанды иман қалыптасқан жоқ дейді. Адам толыққанды иман қалыптасқан жағдайда ғана сенім болады. Яғни толыққанды сенім болған кезде ол адам кемелденген адам болады дейді. Яғни көркем мінезге болса қандай әсері болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Яғни толық адам сенімі қалыптасқан жағдайда ондай адамдар жаңа бірнеше рет айтып кеттім ғой, ешқашанда ол бірінші адамның бойында қалыптасатын қасиет, ол басқа адамдар бойынан өзіне қатысты жаман пікір естісе де, ол туралы жақсы ой ойлауға тырысады, оның жақсы жасаған іс-әрекеттерін ойлауға тырысады. Сонымен қатар басқа адамдарға үнемі кішіпейілдік, мейірімділікпен тек оларға жақсы ізгі қарым-қатынаста болуға тырысады. Бұл негізі толыққанды иманның жемісі болып табылады. Яғни кез келген жасаған іс-әрекеттерінің артында өзінің сұрауы бар, сауалы бар екендігін, және де қандай мақсатта, қандай не үшін жасап жатқандығын толыққанды білетін адамдар болып табылғандықтан, ондай адамдардың мінезі әсте жақсы мінез болатындығы, және де басқа өзінің жан-жағына, ортағына, қоғамға кері залалын тигізбейді, керісінше тек қана жақсылық қырынан көрсетуге, басқалардың да жақсы болуына бағытталған азаматтардың туындауына көмектеседі. Сондықтан ол иман мәселесі толыққанды жүректе орнаған жағдайда барынша жақсы кез келген тұлға толық тұлға болып қалыптасады, және де жасаған іс-әрекеттерді соған сәйкес болып, өзінің жасаған іс-әрекеттеріне есеппей қарай алады деген адамды аңғаруға болады. Сондықтан иман кез келген адамның өмір сүрудегі өзінің қандай жолдарын жасаған іс-әрекеттері сол иманның адамның
күнделік жасаған әрекеттер жемісі болғандықтан кез келген адамның иман деңгейіне қарай ол иман деңгейіне байланысты адамдар іс-әрекеттер жасайды. Иманы сәйкесінше көтерілген адамдардың жасайтын іс-әрекеттері де жақсы және құлшылықтары да орнықты түрде жүретіндігін аңғаруға болады. Сондықтан бұл иман бұл кез келген адамның жасап жатқан іс-әрекеттерінің жемісі деп айтсақ болады. Рахмет, өте керемет жауап болды. Жомарт Асқарұлы, әлеуметтік желіге кіріп отырған көрермендеріміз де сізге табыс тілеп жатыр, зор денсаулық тілеп жатыр. Бізде енді осы мен жаңағы тәрбие негізі имандылық тақырыбындағы онлайн кездесуімізді аяқтасақ деп отырмыз. Құрметті Жомарт Асқарұлы, бізбен сұхбат жасағаныңызға мыңда бір алғыс білдіреміз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Еңбегіңізге толағай табыстар тілейміз. Тек қана биіктерден көріне беріңіз. Құрметті оқырмандар, сіздер аман болыңыздар, үйде болыңыздар, біз біргеміз. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.